Негізі мені кашаққа тығып жүрген қуаныш. Соң көрдім. Бәріміз кашаққа тыққан соқсың. Сөйтіп жаңағы мынау атқора соған бұл кішкене жылқылар ма. Пример теплица жұмыс. Сөйтіп жүрген сөйтіп сол кісі қораға көрініп кетті. 40 бас саулық подарит етеді ғой. Қуаныш па? Иә. Барып анау халифті көрем. Сөйтіп одан жаңағы 3 саулық сатып алам халифке қашырып. Сонымен кеттік қой, кіріп кеттік. Сөйтіп биыл енді мынау енді VIP қой, VIP. бұл иә. Ал енді айт мынау бәрін қаяқтан тауып алдың, кімнен үйреніп алдың? Бұны иә мына жерде жатады. Камерасы қосып қойған. Қалай дейсің? Ана жерде душы бар. Данчак 2 айғырым бар. Мынаның астына не қыпсың ғой? 50 сантиметр қазылды. Стойкілер қойылды да. Мына угольник былайынан тұр. Мынау 1 метрден мынау. Көтерілесі бар. Сонда бұл қазір қанша уақытта тазалап тұрасың? Ой, 1 жыл болып тазалаған жоқпыз әлі. Жылдап, жинап жылына бір тазалайсың ғой, жаздың күні күн жылыда асықпай бір тазалап қоясың. Келесі жылға дейін тұрасың. Мына үшеуі Айнұрықтың балдары. Бәрекелді. Известный Қуаныш Мықтыбаевтың Айнұрық қошқарынікі десе. Ол да хит қылады, не істесе да. 8-9 айлық тұр ғой. 8-9 айлық. Қанша болсын килограмм мысалы осы халифтің баласы? 9 айлық. 100 кило болды өткенде өлшеп. Ёп, твою мать, 100 кило? Қимай, жасты. Бірақ қазынманы өлшесең 50 кило. Екі есе. Бұл атқорында тұр. Жегені сол. Жегені одан көп. Одан көп. Ол жем жеп тұрған жоқ. Бұл 1 килограмм жем жеп тұр күнде. Ана 200 грамм. Ол 200 грамм. 1 килограмм. Ёп, миллионның линиясы деді. Қуаныш ағамнан алып келдім. Қазір 100 бас тұр. Бұларға сен қошқарды қалай қоясың? Живой қоям. Живой қоям. Өліп қалған қошқар қоймайды. Искусственный осеннение жасамаймыз деген ғой. Егер депутаттың осындай болатын білгенде, Қырғыз ағайындарға сатпа сәседі. Солда, оны білмейсің ғой. 100 қой туады, 100 қойдың ішінде әкесіне тартатын, может 5-6 болмайды, может 20% болмайды. Оның бәрі емес. Өзім анау Каспийден не сатып алдық? Инкубатор. Сөйтіп жұмыртқалар алып, сөйтіп өзіміз ашып шығардық. Қол өзіміз инкубатор үйде. Үйде. 300 жұмыртқа айына. Семьяма жетеді. Тиын теңге құрайды дейсің ғой? Сонда сен мұнаның бәрін сол 2 айғырдан бастадың ғой? Иә. Қай бәлі? Саған бір берме керек ба? Шөбі? Басқа елдерден, мысалы, Пакистан бар, Афганистан там. Білмеймін енді анау. Афганский павырлардан қосады да. Құлақтары мынандай. Қой мынандай. Мен айтып, мен тура сол. Бля, құлағын қалай өсіреміз десе. Негізі бар ғой, құлағы егерде 20 сантиметрден кем болмасын, үстіне $2000 қосылады десе бір бәлеғып өсіреміз па мойымша. Тасық. Гиреліп қойып менше. Кеше алдық, жем пісірейін деп алдық. Дұрыс я. Былтыр саулықтар тұрған кезде 200 грамм жем пісіріп берді. Күніне 200 грамм жем пісіреміз, бұл 1 к 1 болады. 400-500-ге шығады, соны беремін. Теріс айланып кетті. Енді бидай пісіргені қалай бидай? Бидай арпа жүгері. Арпа жүгері. Мысалы үшін өсіп отқан жас балдар қанша тамақ беріп бұл семірмейді. Семірмейді. Бұл семірмейді. Біз сияқты 30-дан 40-тан асқаннан кейін семіреді. Болды, ары қарай өспейді деген сол кезде. Сондықтан біз бұны жасына толғаннан кейін семіреді мал деді. Менде соны жасына толмады ғой. Негізі вообще 3 айлық 4 айлық алдық қой біз. Ошибка істеппіз. Жасына толған мал алу керек. Ары қал, но жасына толған ал сүйек тоқтатқанда, ары қарай уже шегініп кетеді. Қалау басам ғой мен. Өзің ба? Мен бір шақырам қоятын. Бұнай ма? Әдемі. Сөйтіп, өз анау хотелкаң қандай болса соған істей береді екенсің.